Елордадағы жастардың тәуелсіз театры «Современникке» биыл 45 жыл. Бүгін ұжым көрерменіне арнап ерекше миниатюралар концертін ұсынбақ. Менімен бірге жүріңіз. 5000-нан астам тәрбиеленуші, 100-деген спектакль, 80 жылдар алған халық театры деген атағы және тұрақты көрермені. Бұл театрдың бары осы. В Астане же много театров. Астанада театр көп қой. Әрқайсының өз көрермені бар. Сіз бұл театрдың көрерменін қалай суреттейсіз? Ну, у нас в основном... Біздің көрермен жастар. Солар үшін жасалады бәрі. Әрдайым солай болған. Вашему театру 45 лет, но я здесь впервые. Сіздердің театрларыңыз 45-ке толды, бірақ менің алғаш келуім. Келе сала байқағаным, сіздер театрдан бұрын отбасы сияқтысыздар. Вы абсолютно правы, вы очень четко подметили. Вот, например... Дөп таптыңыз. Өз мысалымды айтайын. Современникке қыркүйек айынан бастап келдім. Аз уақыт ішінде бірнеше рөлді сомдап үйреніп қана қоймай, тұтас бір отбасының мүшесіне айналып үлгердім. Бұл бір ерекше атмосфера. Театрға балалар да, жасөспірімдер мен ересек буында келетінін ескеру керек. Біз жас аралығын аңғармаймыз да. И мы совсем не замечаем возраст. Әрине, бізде ешкім жалақы алмайды. Театр ұжымнан жиналатын жарнамен өмір сүріп келеді. Оның жалақысына, декорацияға, костюмдерге кетеді. Түсініп тұрсыз ғой. Театрға 6 жасар баладан 100-ге келген қарияға дейін келіп бақ сынай алады. Сынағанда қалай? Халық театры ешкімді кері қайтармайды. Біреуді өнерге, біреуді өмірге дайындайды. 13 жасымда театрға келдім. Бір ұнататын қыз болды біздің поселокымызда. Сол қыздың қолында бір үлкен бір қағаз, көп қағаз көрдім. Бір кипа қағаз көрдім. Сұрасам, бұл не деп сұрасам, бұл сценарий, қайдағы сценарий не істеп жүрсің деп сұрасам, мен Народный театр «Современникке» барып жүрмін, біз спектакль қойып жүрміз дейді. Мен өте таң қалдым, өйткені мен ондай бар екенін білмеппін, ондай театр. Бір қыз құрбақа сияқты секіріп бара жатты. Қарап отырдым, әдейі түріне күліп жібермеймін екен. Жоқ, күлген жоқ, соңына дейін салмақты болды. Да, күшті секіреді, еще қатты секіргені жақсы. Бірақ басында енді бәріміз күлдік. Бастағанда бірінші курспыз ғой. Бастағанда қиын болды енді бір-бірімізге қарап күлмеуге. Көп күліп қоятын мен болам. Негізі актерлер содан бастайтын сияқты, үйренуді, актерлік шеберлікті үйренуді, жануарларды ойнаудан бастайтын сияқты. Жануарларды этюдтан бастайды. Учились на бухгалтера. Есепшінің оқуын бітірдіңізде, тұтас бір театрдың жетекшісіне айналдыңыз. Бұл қалай болды? Все легко и просто. Бәрі оңай. Мен сандарға қатты қызығатынмын. Сондықтан да шығар бухгалтер болсам, сандарға жақын боламын деп ойладым. Бірақ 3 ай жұмыс істеген соң ол мамандықтың бір орында отырудың маған ұнамайтынын түсіндім. Я понял, что это не мое, я не могу сидеть на месте. А в театре нашли цифры? То, что вы любите? Нет, я Жоқ, театрға келгелі жай ғана сандарды жақсы көрмейтін болдым. Өйткені театр мен сандар екі бөлек әлем. Это две далеко разные истории. Сонда ақша санау мен көрерменнің шапалақ соққан минутын санау бір-біріне ұқсамайтын құндылықтар болып тұр ғой. Дегенмен мойындайық, олар бір-бірін толықтырады. Мы иногда дома репетируем. Бізге де менің үйімде дайындаламыз. Солай істеуге тура келеді. Түзейтін тұстарым болса, маған келеді. Ондай да болады. У меня дома репетируем. Так что бывает и такое. Мұндайды бірінші рет естіп тұрмын. Рас па? Бұл біздің бұрыннан бергі салтымыз. Жалға алу тиімсіз болса, сөйтеміз. Аренда хорошая. Әр жаңа жылда біз 2 апта күнне 3 спектакль ойнайтынбыз. Және мен үшін ол өте жауапты болды. Өйткені әр спектакльге 3 состав болды. Сен дұрыс ойналмасаң келесі шығады, конкуренция деген өте жоғары деңгейде болды. Өте қызық болды. Мен үшін бір спорттық сайыс сияқты болды. Мен осы спектакльде, осы рөлді мен сомдаймын деген үлкен азарт болды. Мұның аты жангештілік. Современник өмір сүріп келе жатқан 45 жылдың аты да жангештілік. Туған күніңмен театр. Браво!